1959 жылы 12 қаңтарда Новопокровка энергия деген Сарқан ауданындағы ауылға күндәш әжемізбен жеңгесі екеуі фурман бес қайнан тыныштық анамызды 13 жасағы бойжеткен қызды әкемізге Батырбек Құдайберген алып келіп сол жерде папам көлікпен күтіп алады да Кеңғардың ауылына Батырбек атамыздың үйіне келін болып түсіп шашылып күзде 12 октябрьда өз дүниеге Жанатбек ағамыз марқұм 1987 жылы қайтыс болған өз дүниеге келеді. 1961 жылы Бану келеді өз дүниеге. Мен 1963 жылы 3-ші бала 2-ші ұл болып Сарқанский ендігін ашылған роддомға өз дүниеге келемін. Папам сол кезде Құдайберген Батырбекұлы отдел культурада агитатор, пропагандист болып колхоз Кирован Адыгүнне, Северное пламя, потом Жетісу деген осы Семиречье деген 3 колхоздың Адыгүнне отдел культураның Қызыл бұрыш дейді, Красный юрт, Красный уголок деген жерге агитатор, пропагандист болып сол жаққа кетеді. Киномеханик болады, библиотекар болады, буфетте мамам істейді. Сонымен біз бәр семьямызды Адыгүнге көшіп, Жанатбек пен Бану үшеуміз Сарқанский интернатта оқимыз. 1968 жылы Адыгүнде как лучший пропагандистский агитаторский пункт всесоюзный смотр конкурстан Қазақстан бойынша жеңімпазы болып 18-ші съезд ВЛКС Москва қаласына папам делегат ретінде барып колонный дворец съезда Валентина Терешко бірінші әйел космонавтпен суретке түседі. Сол әкеміздің ең биік жетістігі Мавзолей Лениннің қасына барып суретке түсіп, сонда мен бала кезінде сол суретті көріп, мен де әкем сияқты осы 40-қа жеткенше Владимир Ильич Ленин мавзолейінің қасына барып суретке түсемін деп армандайтын. Сонымен Адыгүнде жұмыс істеп жүріп, колхоз Кирован Кузнецов председательмен Жүнісбей деген парторгпен танысып, олар жаққа Балқаш өзенінен балық ұстауға демалуға келгенде, сен енді осындай пысық жігіт не істеп жүрсің Адыгүнде дегенде, айтады, мен кедугурстып чабандарға газет оқимын, үкіметтің саясатын айтамын, сода жұмыс екен. Біздің Садовый деген ауылда 2 ай болды, 2 магазинде жабық тұр. Сол магазинге бізге дүкенші керек деп, үй береміз, үй салып береміз деп уәде беріп бабамды Адыгүннен көшіріп алады. Сонымен 1971 жылы Садовойға көшіп келеміз де, ана жүктемесі төлеу деген кісінің үйінің қасына көрші болып, квартирада тұрып, колхоз бізге үй Чапаева 42-ден дәу үй 5 бөлме салып береді. Сол 2-ші класста мен сол үйде тұрып оқимын. Мен қазақ мектебінен 1978 жылы бітірген қазақ мектебінен қайтадан 2-ші класты оқып, орыс мектебіне қайтадан орысша 1 класс төмендетіп, сол Садовый мектебінде орысша оқи бастаймын. Мария Федоровна Калинин деген класс руководитель болады. Сол Садовый деген колхоз Кирован отделениесінде Мампром товарный магазинде, әкем Прод товарный продовольствие магазинде 25 жыл істеп, зейнеткер болып пенсияға шығады. Сол пенсиядан шыққан соң біз оларға Крупский Талдырдың қасында Крупский деген ауылға көшіріп алып, сол 10 жыл Крупский деген Бақтыбай деген ауылда өмір сүреді. Сол дәулетпен өрістем қолдарында болып, Жанат қайтыс болған соң 2 немересіне бәрі жандарын салып, бағып, соларды өсіріп, өндіріп, оқытып,
үлкен жігіт қылып азамат қылып институттан жаңағы военный кафедрадан жаңағы жанат қайтыс болғанда уәде бергенін осы бүкіл Батырбеков жанұямыз военный билет пен лейтенантский погон алып беріп осы Рүстемді жолға саламыз. Қайырлы күн, армысыздар, жақындар, достар, қалайсыздар? Аптаның бірінші күні. Күндеріңіз сәтті өтсін. Қазақпын десең, төріңде тұрсын домбыра. Бабадан қалған біздерге нағыз сол мұра. Даланың үнін бүкпесіз жеткізген бізге жаңғыра. Қазақпын десең, аяла ана тіліңді, анаңа сыйла жүректен үзген гүліңді, ұрпағың тұрсын, биікте ұстап байрағын, бар әлем естісін сенің үніңді. Қазақпын десең, қадірле ата салтыңды, есіңнен ешбір шығарма туған халқыңды, тәуелсіз елдің тағдыры сенің қолыңда, түсінде соны түсірме халқым нарқыңды. Қазақпын десең, болғайсың нағыз өр қазақ. Өзгелер тұрып, сыйласын саған төр қазақ. Отаны үшін аянбай от кешің. Болғайсың нағыз ер қазақ. 2007 жылы Крупскан папа мен мамамызды Алматыға қолымызға көшіріп өкіп, содан бері Алматыда тұрып жатыр. Немерлер өсіп жатыр, шөберелер өсіп жатыр. Аружан міне бой жетіп уже үлкен қыз болды, шөбересі. Немерелерін ең үлкені Рүстем міне Алматы қасында тұрып жатыр міне. Шөбере немерелер Москвада ұлпан тұрып жатыр. Екі кішкентай нәрсесі бар. Милана Лейсан деген осы дүниеге келіп міне бала шағалы болып, немерелі болып, бұзы әке-шешемізді бүгін мінен 3 жылдық шегін беріп жатырмыз. Бәрлеріңізге алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге рахмет. Амин. بسم الله الرحمن الرحيم لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرنكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يده يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Бисмиллахир-рахманир-рахим. Барлық мадақ, бүкіл әлемнің егесі, бүкіл жаратылыстардың егесі, бүкіл nimetтердің егесі бір Алла Тағалаға тән. Бүкіл салауаттар әлемнің мәңгі мақтанышы, ғаламның рахман ұры, бүкіл адамзаттың сүйіктісі, пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның мұбарақына, пайғамбар ұлдары Қасым, Абдулла, Ибрагим, пайғамбар қызлары Зайнап, Урқия, Фатима, бауыры Әзіреті Әли, жиендері Әзіреті Әли балдары Хасен, Құсейін, Мұхаммед,
Şafi babamız taragan, sol avliyetin urpaqtары Abdжилил bab, Abdurrahman bab, Isqaq bab, Arslan bab, Qulqo'ja Musoy, Madi Muhammed, Qo'ja Jahan Qilish Abdurrahman Pirzada, Bag Muhammed, Temur Qo'ja Alay Qo'ja balantaran bukul arvaqtarga, Qostan ol atalarımız kişiga orta yüzdagi, bukul Nayman atalarımız kişiga Qarageri, Төртулus Sadir, Matay babalarımız taragan bukul arvaqtarga, osa ken qarında jatgan La ilahe illallah Muhammed Resulü'nün bukul arvaqtarga başlayımız. Ya Allah Teala Sadır atamızın kasiyetini beri gör. Yerimiz tınış bolsun, halkımız aman bolsun. Ken qarında yatkan bukul arvaqtardın imanlarını salamat etip, jaylarını janattasın. Allah Teala bizge ıntımak bersin. Iki dünyanın жақсылығын bersin. Ya Allah Teala Bukul әлемнің қожайыны өзіңсің. Біз саған ғана құлшылық қылып, сенен ғана жәрдем сұраймыз. Ардақ пайғамбар Мұхаммад алейхиссаламның өз орнын беріп, сол пайғамбарға бәрімізді үміт етсін. Пайғамбарға салауат айтумен аяқтаймыз. Ассалату, ассаламу алейке Расулулла, Мұхаммад Мұстафа, саллаллаху алейхи вассалам, бирахматика, я архам рахмин. Аллаху акбар. Amin. Мейірімнен қаланған біздің үй, бақыттан жаралған біздің үй, әр атқан таңыңа шүкір деп, ұйқыдан оянған біздің үй. Әкешім, анашым сағындым, үйімнің ауасын сағындым. Мұра сол атам мен әжемнің, күәсі балалық шағымның. Әкемнің иісі есімде, анамның дауысы есімде. Алаңдап күтумен тұрғандай, екеуі өмірдің көшінде. Қазаның қайнаған есімде, асырса ойнаған есімде. Бәрі де сақтаулы тұрғандай, біздің сенің де есіңде. Шаттықтың шырағы біздің үй, бақыттың бұлағы біздің үй. Жүрегім жылылық табатын, жанымның жұмағы біздің үй. Жұлдызы самғаған жақұт түн, осында ордасай бақыттың. Әкешім ертеген жүйріктей, самырап өткен ай уақыттың. Әкемнің иісі есімде, анамның дауысы есімде. Алаңдап күтумен тұр. Өзім шетінен сұрап едім. Құдай сізді де біз сияқтылып, немерені сөбірелі қып. Кеше звондап жатқан, сен қайда жоғалып кеттің деп. Кеше жоғалмай-ақ, үйіңізге аман есен барыңыз. Құдай қаласа иншалла. Бала шағаларың қылығын көріңіз. Балаларым, ағайын жүр, ағайын жүр, қаймекелерім, туыстарым, сендер күн көрің. Сабыр көке, сабыр. Құдай берген аттасын, жақсы айтып атсыз иншалла, өте жақсы айтып атсыз. Иншалла, Құдай енді осы барлардың алдында сүйікті секунд кетпей, қаймына өлді дегізбей, бәрекелді. аман есен осылардың алдында кетсем арманым жоқ. Ал енді рахмет балаларым, мына қазанда соғыста жүрген. Келген сендерге көп рахмет. Ой, рахмет ата иншалла. Алыстан келдіңдер, жақындан келдіңдер. Неден келдіңдер? Мына туғандай өзімнің балаларым, күйеу балаларым, тойларыңда болайық. Ya, бәрекелді. Жақсылық болсын.
Amaçlık kılsın. Başka ne kim? Ya. Rahmet, özüne de rahmet. Allah gözünüzge de kuvat versin. Yeşekte batırsam, yeni öküzün bir ömür sürgün ekimiz. 61 ata, 61. Onsu kaçak da kokuyor. Demek ki. Şimdi basıyor. Öz ayttan 61 yılda öz ayttan. Molla. Çekken kaçerliklerimiz varsa, Ha bereket. tırıskı olsun, benim köy olsun. Ay bereketinden. Allah öz geçsin Ya, diye. yolda olsun, Geçsin. kesilsin. Ay bereket inşallah. Yaxşılık olsun. Amin inşallah. Allah seni, olsun, bardық sendердің өзінде жаңа балалар жүгіріп ғой. Сол балалардың қызығын көрейік. Алдын өткен, келген ағайын туған құдағыларға көп рахмет. Сендерге көп рахмет. Басқа не айтсам? Алла өзі жарылқап, өзі езілкесін. Bir Allah'ın kolunдағы нәрсе ғой. Ha bereket. Allah kuvat versin koku inşallah. Özünüzge kuvat versin. Adamzattың сүйіктісі пайғамбар Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin mübarekuna пайғамбар ümmetleri La ilahe illallah Muhammed Resulü'nün бүкіл aruqtırıga Kossan olu ataları бүкіл Nayman babalarımızdan Karageli babalarımızdan sonra övletin ırpakları Besketik babamız ırpakları optabalatının Karakoca atamıklarına Karakoca ırpakları optabalatının Kocabek яғни Seydi Ahmet kızı Батырбек келіні тыныштық апамыздың ұлтына арнайы бағыштаймыз. Және осы кісілер ақылы, осы жерде жатқан Ла иляха илlallah Мұхаммад Расул бүкіл рухтарға бағыштаймыз. Және құдасы алхамда Мұқай баласы Боран ата мұқтарына бағыштады. Алладан рахмат, пайғамбардан шапағат болсын. Және мына берік баламның күллі ата балаларын бағыштады. Алладан рахмат, пайғамбардан шапағат болсын. Аллаху акбар. Аллахум ғафилунum. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكره وخشي الرحمن بالغيب فبشر مغفرة وأجر كريم إننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم كل شيء أحصيناه بإمام مبين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Barша мақтап бүкіл әлемнің егесі бір Аллаға, барлық салауаттар пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға, пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам ұлдары Қасым, Абдулла, Ибрагим, Мұхаммад алейхиссалам қызлары Зайнап, Урқия, Мұғысы, Фатима, бауыры Әзірет Әли, және жиендері Әзірет Әли балдары Хасен, Хусейн, Мұхаммед, Қанап, Ибаман тұрған, сол әулеттің тікелі ұрпақтары Абдижәлил баб, Абдырахман баб, Ысқақ баб, Арыстан баб, Құлғожа Масой, Мәді Мұхаммед, Қожжан, Қылыш Абдырахман, Қырзада Баг Мұхаммед, Темір Айғожа бабан тұғын, Батараған бүкіл аруақтарға, қоссан ұлы аталары бүкіл Найман бабаларымыздан, сол Найманнан тараған Садыр атамықтарына, Садыр баласы Сары жетім баласы Қарлығаш баласы Кішабыз, және Кішабыз баласы Күнту баласы Қойшыбай Нүкіжан баласы Батырбек ұлы Құдайберген атамықтарына, және фарзанты Құдайберген ұлы Жанатбек нұрына бағыштаймыз. Және де алқанда осы жерде жатқан Ла иляха илlallah Мұхаммад Расулын бүкіл аруақтарға бағыштаймыз. Я Алла тағала зияратымызды Алла қабыл ете көр. Және мына фарзанты алқанда Мұратбектің, Беріктің және менің зияратымды Алла қабыл ете көр. Аллаху акбар. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا